Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thank you very much. Thank you. Hello, it's Enelken. This is my present and tort. Koya vermiş. İslam. Now. İslam, now. Туған күніңіз құтты болсын. Енді туған күнде ең жақсы сыйлық, ол қолдан жасалған сыйлық дейді. Сондықтан қыз басымен торт пісіре алмағандығымнан картоннан торт жасап сізге сыйлық әкелдім. Сондықтан да енді ішіңізде тілеп жүрген арман тілегіңізді ішіңізден тілеп, мұна шырақты өшіріңіз. Кәнекей бәріміз бірге қолдаймыз. 1, 2, 3. Не болды дейсің, қыз шығады деп ойлап қалдыңыз ба? Бұндай этаптан өтіп кеткен шығарсыз. Не болса да туған күніңізбен. Қалай жараса ма? Енді мыналар қыз басымен картоннан жасап алып келсе тортты. Мен өз қолыммен жасап алып келдім. Торт сахнаға. Есін аға, ана тортты пышақта байлаңыз, мынау тараздың қызы, негізі байлаңыз. Кесе беріңіз. Тортты сәндік үшін кеспейді. Тортты қарны ашқанда кеседі. Осы торт сияқты өміріңіз ақ болсын. Қайрат Нұртастікіндей бақ болсын. Тортты кескеніңіз дұрыс болды, әйтпесе басқа туған күнге кетіп қалар еді. Кесіп қойыңыз. Рахмет сізге. Ауыз тимедіңіз ба? Ештеңе қосқан жоқ қой ішіне. Рахмет, қошеметтеп қойыңыздар. Сіз үшін арнайы Мерлин Монроны шақырып отырық. Рахмет, Мерлин Монро. Сахнаның сыртына. Қымбат достар, біз бұл кешке негізі шақырусыз келген қонақпыз. Бізді шақырған жоқ. Бізді айтты, туған күн болайын деп жатыр деді. Не туған күн деді? Көрсетіңіздерші. Қараңыздар. Есен ағаның суреті тұр. Астында туған күн деп жазып қойды. Сосын біз ойладық, мына кісінің туған күн екен деп ойладық. Сол қараңыздар, астында шақырылған қонақтардың тізімі бар. Былай қарадым, бүйтіп астын қарадым, жоқ. Біздің команданың аты жоқ. Қазақта өте мынандай керемет сөз бар. Шақырылмаған қонақ не дейді? Сыпырылмаған жерге отырады дейді. Дұрыс айтасыздар, мен айттым. Енді мақұл, мына шақырылған қонақтарға әзір ойнасыншы мақұл. Ал біз шоу көрсетеміз. Кеттік ендеше шоу! Қымбатты достар, Астананың туған күніне шетелден жұлдыздар шақырылған болатын. Жайдарманда одан кем емес, бізде жұлдыздар шақырды. Болса, сахнаға ресейлік жұлдыз Атақ, Слава сахнада! Слава 1980 жылы 15 мамырда дүниеге келген. Сүйікті тағамы палаудың ішіндегі сәбіз. Сүйікті жануары мысық, сүйікті әншісі Қайрат Нұртас. Сахнада Слава. Қошеметтеріңіз. Мәскеу Астана бар екен ұшағы, пойызбенен келдім, арнайы шақырды мені. 4 күн жол жүрді, темір жол вокзалы мені күтіп алды,
жігіттер әдемі жайдарманның жұлдыздары. Мен қайта келді, жайдарманға әкелді, өлең айт деп қинады, сахнаға шығарды, алты жайдарман қалды, енді қалай қайтамын. Рахмет, өшіп тұрсаңыздар, рахмет. Қош келдіңіз, Слава. Атақ деп айта береге, бізде ұлттық арна, сондықтан атақ деп айтайын. Атақ, қош келдіңіз. Жаңа айтып отырсыз, ұшақ емес, пойызбен келдім деп. Пласкартпен келдіңіз бе, купемен келдіңіз бе? Пласкарт? Пласкартпен, жолдан келатқан кезде балық алдыңыз ба? Я. Алдыңыз ба? Анда қарай өте беріңіздер, жігіт пен қыздар сіздерге дәріхананың қайда екенін көрсетіп берсін. Рахмет, атаққа қошемет деп қойыңыздар. Қазір ақшаң болса, сен әншісің, сен актерсің, режиссерсің, продюсерсің, сен жақсысың. Ақшаң болмаса, осы сынайдың сыншысың сен. Қай жерде болсын мейлі, қай жерде мықты әншімін десең өзіңді мәжіліске барып дәлелде деген атам қазақ хэштегпен ой, қошемет деп қойыңыздар. Біз ары қарай жалғастырайық. Кешіміздің тағы да көркін қыздыратын ресейлік жұлдыз сахнада шырша. Ёлка сахнада қошеметтеріңіз. Ёлка 1982 жылы 2 шілдеде дүниеге келген. Бойы 165, салмағы 53, аяғының размері 42. Сүйікті тағамы мантыны жасайтын мантаварка. Сүйікті жануары мысық. Сүйікті әншісі Қайрат Нұртас. Сахнада шырша. Жастар сарайында туған күн. Где ваши хлопья? Жастар сарайында туған күн. Мен келдім туған күнге шақыруменен. Мен түйоға мініп келдім тебінен. Мен келдім туған күнге шақыруменен. Жайдарманың туған күні екен ғой. Нанара, нанара, туған күнің құтты болсын. Өмір жазым одан болсын. Тілерім енді ешқашан ауырма. Нанара, нанара, нана. Рахмет, кешіріңіз. Енді бір сұрақ қойайын. Кішкентай кезіңізде қандай аурумен ауырдыңыз? Көз тиген? Бәрімізге көз тиген, әке. Менен сізге сөз тимей тұрған кезде сахна сыртына шығарсақ. Шырша! Еркек семірсе есек, әйел семірсе төсек, әншілер семірсе өсек дейтін болды қазір, я. Олай болса, бүгінгі кешке қатысқан барлық жұлдыздарды ортаға шақырамыз. Қошеметтерді! Қымбатты достар, негізі көбісі айтады, ол тек қана ер балалардың ойын деп. Ал кейбіреулер айтады, ол қыздарға да жарасымды ойын деп. Жайдарман ол талантты қыздар мен жігіттердің ордасы. Оның кепілі біздің команда. Қыздар, о жүрген қандайсың, сыйланып жігіттен қалмайсыңдар. Неге олай, жайдарманда болай. Айтайын ешінші сарымызды, жүрсіңдер кінәлі бекерге бізді, жалған шығар мүмкін, ойланшы жігітті. Қайтейін қыздар, бәрін де балдар, әйтеуір қуланып алдайсыңдар. Сыр мен сымбат сайма, қос көрім сол қайда. Ойланшы жігіті осылы бір күздің шықшыздың ұздардың қағылы дербіз қастаман. Жалғаны қалмағаны, жалғасы ай-ай-ай-ай. Қорбым десін, ай-ай-ай-ай-ай. Күнім десін, ай-ай-ай-ай-ай.
жүрейік бірге әзілдесіп. Есен аға, бұның бәрі сіз үшін, жайдарман үшін. Демеушіміз болашақ, үйлеріңізге айтпаңыздар, мыналар шоу жасады деп. Рахмет сіздерге.